Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Исмаханова. Алдындағы уәде еткен тікелей эфирімді жазуға енді ғана қолым тиіп жатыр. Сонымен бастайық. Қалқанша без аурулары барын қалай білесіз? Егер сізде шаршағыштық, әлсіздік, ұйқының бұзылысы, терінің құрғақтылығы, жалпы мен осы жақында полностью осы гипотиреозның 300 симптомдары белгісі бар. Практикалық гидті полностью аударып бітіремін, сол кезде алсаңыздар болады. Яғни гипотиреоз біз ойлағандай тек қана осы мен айтып жатқан симптомдарды емес, сонымен қатар бүкіл жүйеге әсер етеді және бүкіл жүйенің бұзылыстарына алып келуі мүмкін. Маски гипотиреозы деп айтамыз. Мысалы, бір адам жүрегімен шағымданып, жүрегін емдеп жүруі мүмкін, бірақ негізінде оның себебі гипотиреоз болуы мүмкін. Немесе сүйектері қақсап, сүйек артроз, ревматоидный артрит болып жүруі мүмкін, ал негізінде оның түпкі несі гипотиреоздан болуы мүмкін. Енді қалқанша без ауруын жалпы жылына бір рет тексеріп тұру керек, егер сіз шағымданбасаңыздар, себебі бүкіл ағзаға әсер ететінін айтып өттім. Қандай анализдер тапсырамыз? Ең бірінші ТТГ. ТТГ ол гипофиз, мидың дәл ортасында өте кішкентай гипофиз без орналасқан. Ол біздің жалпы айтқанда дирижер, бастық десек болады. Ол бүкіл біздің басқа бездерімізді басқарып отырады. ТТГ бөлу арқылы қалқанша безді басқарады. АКТГ бөлу арқылы біздің бүйрек үсті безді, ЛГ-ФСГ бөлу арқылы біздің етек кірімізді басқарады, пролактин бөлу арқылы бізге сүт алып келеді. Сол себепті ол біздің бастық. Сол себепті ТТГ-ні тапсырамыз. Қалқанша без гормондары ол Т4, Т3. Неге біз Т4, Т3 дейміз? Өйткені 4 атом йод болатын болса, оны Т4 дейміз. 3 атом болатын болса, онда Т3 дейміз. Т3 пен Т4-тің айырмашылығы. Бірінші Т4 түзіледі, Т4-тен барып Т3 түзіледі. Т4 бізде белсенді емес формасы болатын болса, ал Т3 Т4-тен қарағанда 3-4 есе белсенді. Яғни бүкіл қалқанша бездің жұмысын осы Т3 атқарады. Енді қараңыз, сонымен қатар біз анти-ТГ, анти-ТПО деген тағы анализді тапсырамыз. Ол аутоиммунды процесс бар ма, жоқ па, соны білеміз. Сонымен қалқанша без гормонын толық тексеру үшін бізге ТТГ, Т4, свободный Т4, свободный Т3, анти-ТПО, анти-ТГ. Толық зерттеу үшін осының бәрін тапсырамыз және қалқанша бездің УЗИ-ін түсеміз. Сол кезде біз қалқанша бездің толық картинасы пайда болады. Енді қараңыздар, аутоиммунды тиреоидитті көбісі түсінбей, ол не, қалай емделеді деген сұрақтар жаудырып жатады. Бір мысалмен келтірейік. Мысалы, сіз автобуста келе жатсыз, біреу түшкіреді, бірақ сіз ауырмайсыз. Одан түскен инфекцияны сіздің иммунитетіңіз таниды, соған қарсы антиденелер бөле бастайды. Антиденелерді қарапайым тілмен айтқанда охранниктер деп айтайықшы, охранниктер алады дағыны, сен бөтенсің деп ағзадан шығарып тастайды. Уақыт өте келе біздің иммунитетіміз шаршайды, сонымен қатар біздің жеген тамақтарымыз бәрі әсер ету арқылы иммунитет өзінің клеткаларына антиденелер бөле бастайды. Соның ішінде қалқанша без клеткаларына, анти-ТПО, анти-ТГ деген ол клеткалар антидене түзілгеннен кейін ол қалқанша бездің структурасын, құрылымын бұза бастайды. Ол құрылымы бұзылған жерлер уже қалқанша без гормонын бөле алмайды. Сол себепте айттың басында құрылымын бұзған кездегі аз уақыттың ішінде ішіндегі бүкіл гормон сыртқа шығып гипертиреоз дамиды дағыны, уақыт өте келе, жылдар өте келе гипотиреозға алып келеді. Бұл айт кезінде біз не істей аламыз? Ағзаны қалай, иммунитетті қалай тыныштандыра аламыз? Ең бірінші ол препараттардың бірі, препаратта емес, даже микроэлемент, антиоксидант, селен беріледі. Жалпы Америкаларға, Англияның исследованияларында, зерттеулерінде
селен препаратын беру арқылы жаңағы антиденелер титрін түсірген байқауға болады. Сонымен қатар соңғы кезде пайда болған палео диета, ол дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда безглютеновая диета, глютенсіз диета ұстану керек. Өйткені иммунитет жаңағы қалқанша безіне антиденелер бөледі ғой, ал иммунитеттің 70-80% біздің ішегімізде орналасқан. Біз не жейміз, сол бізде отражаться етеді. Сол себепті диета ұстайды, селен препаратын ішеді, сол арқылы соңғы тағы бір зерттеулерде адамның ішек құрылысында ешқандай паразит, инфекция болмау керек. Яғни иммунитетке қалай айтсам болады, иммунитетке жаңағы агрессировать етпес үшін, иммунитет агрессировать етпес үшін инфекция ешнәрсе болмау керек. Көбінесе айтып жатады, Эпштейн бар вирусы болған жағдайда осындай антиденелер жоғарылап жатады деп. Енді қараңыздар, қалқанша без гормондарын өзі жаңағы ТТГ-ны айттым, және қалқанша без гормондары Т3, Т4. Олар кәдімгі бір-бірімен байланысты, принцип обратной связи, кері байланыс арқылы байланысқан. Оны қарапайым тілде мен таразы деймін. Мысалы, таразы. Егер қалқанша без гормоны төмендеп кетсе, ТТГ жоғарылап кетеді. Егер қалқанша без гормоны жоғарылап кетсе, ТТГ түсіп кетеді. Осылай качелі болып тұрады. Ал негізінде екеуі бір қалыпта нормада тұру керек. Қалқанша без гормондары кейде мысалы жағдайлар болып жатады, қалқанша без гормоны да жоғарылап кетеді, қалқанша без ТТГ да жоғарылап кетеді. Сол кезде біз қайсысына сенеміз? Біз бірінші ТТГ-ға сенеміз. Өйткені ол центральная нервная система орталық жүйке жүйесімен басқарылып отырады. Сонымен қатар біз мысалы тек қана Т4-ті тапсыратын болсақ, ол белсенді емес формасы, ол Т3-ке айналу керек. Егер ТТГ жоғарылайтын болса, значит белсенділігі жоғары Т3-тің біздің ағзамызға жетіспеушілігі бар деген сөз. Кей жағдайда мысалы ақшалары жетпей, тек қана анализ тапсырсақ болады деген кезде ТТГ, Т3 бос, Т4 бос, УЗИ ғана жасаңыздар деп айтуға тура келеді. Сонымен қатар көп жағдайда мысалы шағымдардың көбісі осы шаршағыстық, әлсіздік, терінің құрғақтығы, шаштың түсуі деп жатады. Осы симптомдардың бәрі анемия кезінде де болуы мүмкін. Неге анемия мен гипотиреоз бір-бірімен байланысты? Қалқанша безі гормоны түзілу үшін ең бірінші бізге белок керек. Белок ол тироглобулин. Белок дегеніміз ол бізде жұмыртқа, жаңағы тауық еті, балық еті, ет, белок пен йод бірге қосылғаннан кейін жаңағы ТПО, тиропероксидаза, ол фермент. Ол фермент осы екеуін былай склеивать етіп, былайынша айтқанда жабыстырып, осыдан гормон құралады. Ал ТПО дегеніміз ол железозависимый фермент. Егер темір жоқ болатын болса, онда ол жұмысын жөнді атқара алмайды. Сол себептен қалқанша без гормондары дұрыс бөлінбегендіктен анемияның себебінен гипотиреозға алып келуі мүмкін. Енді қараңыздар, кей жағдайда адамдар менде анемия жоқ, менің гемоглобинім 120, менің гемоглобинім 130, менің гемоглобинім 140 деп жатады. Неге қазір гемоглобинге қарап айтпаймыз? Себебі гемоглобин қазіргі жағдайдағы сіздің неңізді айтады. Егер ол екінші стадиясы, егер гемоглобин түсіп, уже анемия бар екені анықталса, онда ол анемияның екінші стадиясы. Ал бірінші стадиясында біз темір мен ферритинді анықтаймыз. Темірдің өзін анықтаймыз, және ферритин деген темірдің запасы. Темірдің запасы сіздің салмағыңызға тең болу керек, минимум сіздің салмағыңызға тең болу керек. Кей адамдарда мысалы темірдің запасы ферритин осындай болу керек, а оларда мысалы жартысы бар дейді. Гемоглобин жақсы көрсетеді. Гемоглобиннің ішіндегі эритроциттер 3 ай өмір сүреді. 3 ай гемоглобин жақсы көрсетеді. Одан кейінгі 3 айда тағы жақсы көрсетеді. Одан кейін 3 айда жақсы көрсетеді. Сонда 6 айдан кейін барып гемоглобин төмендеуі мүмкін. Сондай жағдайға жеткізбес үшін, егер мысалы қалқанша без гормондарын тапсырдыңыз, бәрі жақсы. Енді әлсіздіктің уже азанда тұрған кезде уже шаршап тұрасыз. Ұйқыңыз келе береді, әлсіздік, шаршағыстық бәрі белгілер бар, бірақ қалқанша без тексердіңіз, бәрі жақсы болатын болса, онда темір мен ферритинді тексеру керек. Өйткені скрытая анемия болуы мүмкін.
Енді инсулин резистентностьқа тоқталатын болсақ, инсулинге төзімділік. Көбісі жаңағы артық салмаққа шағымданып келеді. Артық салмаққа шағымданатын себебі ең бірінші жаңағы қадамы сол артық салмаққа алып келеді. Ол инсулин резистентность, инсулинге төзімділік. Мысалы, ең оңай, ең былай бір қарағанда айтатын жолы ол белдің өлшемі. Егер әйелдерде белдің өлшемі 80 сантиметрден асатын болса, ер кісілерде 94 сантиметрден асатын болса, онда инсулин резистентность бар деген сөз. Инсулин резистентность деген не? Мына инсулин әр тіндерде рецептор болады. Ол рецептор инсулинді таниды. Осылай есік ашылып, глюкоза тіндерге енеді, тіндерді тамақтандырады. Инсулин резистентность дегеніміз осы рецепторлар инсулинді танымайды. Инсулин келген күннің өзінде де есік ашылмайды, глюкоза тіндіге ене алмайды. Глюкоза қанда көп, ол миға сигнал береді. Біз көппіз, бізге инсулин керек дейді. Ми ұйқы безіне айтады, инсулин бөлінеді. Инсулин бөлінеді, адамның араны ашылып, аппетиті ашылып, тамақ көп жегісі келеді. Тамақты адам көп жейді, қайдадан көп глюкоза түседі, артық глюкозаның бәрі ішке жабыса береді. Осылай замкнутый круг бойынша айтқан кезде артық глюкозаның бәрі майға айналады. Сіз тамақ жейсіз, ол инсулин рецепторлар танымағаннан кейін ол тінге кіре алмайды. Осылай замкнутый круг болып келеді. Енді не істейміз? Ең бірінші және оңай тәсілдердің бірі ол диетаны ұстау. Диетаны қалай ұстау керек? Инсулин резистентность бар адамдарда дробное питание не подходит. Неге? Өйткені олар каждый 2 сағат сайын тамақ ішкенде, 3 сағат сайын тамақ ішкенде инсулин көптеп бөліне бастайды. Оларға 2 рет тамақтану, немесе 3 рет тамақтану, жаңа интервальное голодание деген солар келеді. Түсіндіріп өтем неге? Өйткені бізде базальный инсулинден қазірдің өзінде сіз тамақ ішпесеңіз де, ұйықтап жатсаңыз да өте майда немен жаңағы ұйқы безінен инсулиндер бөлініп тұрады. Ол база болып тұрады. Одан кейін сіз тамақ ішкеннен кейін инсулин жоғарылайды. Жаңағы ағзаға түскен глюкозалардың бәрін расщеплять етіп тіндіге енгізеді. Одан кейін түседі, одан кейін обед, одан кейін ужин, осылай кетеді. Егер сіз перекустар жасайтын болсаңыз, азанда тамақ ішіп алдыңыз, одан кейін алма жедіңіз, тағы инсулин до конца түспей жатып, ол уже тағы да көтеріледі былай. Сонда өзіңіздің базальный инсулиніңіз бар, еще тағы да инсулин қосылады. Ал инсулиннің өзі ол майды жинайтын гормон болып танылады. Ол жиронакапливающий гормон. Ол одан сайын майды өзіне жинайды. Сол себептен инсулинді полностью толық түсіріп, одан кейін барып қайтадан тамақ ішкен кезде көтеру керек. Перекустар жасамау керек. Сол себептен айтамыз, перекус жасамаңыздар деп. 2 рет немесе 3 рет тамақтану инсулин резистентность бар адамдарға өте жақсы. Енді неге біз физнагрузканы обязательно қосамыз? Өйткені физикалық нагрузка жасаған кезде, физикалық жүктеме жасаған кезде, жаңағы именно бұлшық тіндеріне рецепторларсыз глюкоза тінге ене алады. Химиялық процесс жүреді тағына, осы рецепторларсыз, инсулинсіз глюкоза тінге ене алады. Сіздің инсулиніңізді шығынданбайсыз. Сол себептен физнагрузка обязательно деп айтамыз. Және салмаққа қарау керек. Өте қатты көп салмақ болатын болса, онда жаңағы суставтарға нагрузка жүрмеу керек. Физнагрузканы жайлап қосамыз. Уже 3-ші этапында дәрілер бар. Дәрілер жаңағы инсулин резистентностьті неғылады, рецепторларын төзімділігін жақсартуға арналған. Ол уже крайний случай. Мысалы, жаңағы диетаны ұстадыңыз, физнагрузканы 3 ай бойы ұстадыңыз, бәрін как положено істедіңіз, соның өзінде болмаған жағдайда результат вообще артық салмақ сол бойы қалай болды, солай қалатын болса, сондай кезде ғана біз жаңа дәрілерді қосуға тура келеді. Негізі, егер жаңа диетаны ұстап, физнагрузканы сәл қосатын болсаңыз, сонымен қатар инсулин резистентность бар адамдарда витамин D өте жақсы болу керек. Витамин D
Мысалы бізде витаминді лабораторияда 30 бен 100-дің арасы норма деп береді. Бірақ біреуде 30 болса, біреуінде 100 болса, ол екеуі бірдей деген сөз емес қой. Сол себептен оптимальный уровень деген бар. Оптимальный уровень бізде жаңағы 70-90 деп айтамыз. 70-80-90 болатын болса, онда жақсы. Сол себепті инсулинорезистентность бар адамдарда витамин D-ні уровень жақсы көтеру керек. Өте жақсы уровень болу керек. Ол инсулинорезистентқа қарсы жұмыс істейді, әйелдердің женский гормондардың бөлінуіне қатысады, қалқанша безінің бөлінуіне қатысады. Жалпы витамин D 4000-дай процесске қатысады біздің ағзамызда. Сол себепті ол жақсы деңгейде болу керек. Және витамин D-ні дұрыс ішу керек. Кейбір пациенттер келеді, 10.000 доза іштім, вообще көмектескен жоқ деп. Сіз қалай ішсіңіз деген кезде сумен дейді. Витамин D ол майда еритін витамин. Ол еру үшін витамин D-ні майлы тамақпен жеу керек. Яғни кішкене бодрость бергендіктен оны азанда таңертең таңғы тамақпен, жаңағы сары маймен, жирный творог, сметанамен бірге жесеңіздер, мысалы омега-3-пен ішсеңіздер болады деп айтамыз. Өйткені ол майда еру керек. Май түскеннен кейін өт бөлінеді, солай арқылы витамин D расщепляется, сіңеді ағзаға. Егер азанда просто жұмысқа асық бара жатып, витамин D-ні ішіп кетіп қалатын болсаңыз, ол вообще сіңбейді. Осы бір жағдай. Енді менде инсулинорезистентность кезде қалай тамақтану керек, қандай витаминдер ішу керек туралы кішкене статья бар. Егер керек деген болсаңыздар, менің инстаграмына жазсаңыздар болады, мен жіберемін. Тағы айтып өтетін жағдай, кейбір жағдайда, мысалы, аутоиммунный тиреоидит көп жылдар ауыратын пациенттер болады, уже 10 жыл, 12 жыл. Мысалы, фиксированный бір дозасы болады, 50, 75, 100. Сол дозада өздерін жақсы сезініп, уже қаншама жыл сол дозаны ішіп жүреді. Бірақ уақыт келе, ол доза уже көмектеспейді. Ол доза уже ағзаның гипотиреозның белгілері пайда болады. Пациенттер келіп анализдер тапсырған кезде, ол уже гипотиреозның, яғни декомпенсациясының түрі пайда болады. Декомпенсацияның белгілері пайда болады. Ол не деген сөз? Бірінші, ол жаңағы уақыт өткен сайын асқазанның сіңірілу қасиеті төмендей бастайды. Біз эутероксинді тамаққа дейін 30 минутқа дейін деп атаймыз. Оны созу керек 1 сағатқа дейін. Ол полностью сіңіріліп біткенін күтуіміз керек. Бұл бір. Екінші, жаңағы біз ішіп жатқан элтироксин, эутерокс, оның бәрі Т4-ке жатады. Белсенді емес формаға. Белсенді емес форманы белсенді формаға, яғни Т3-ке айналдыру үшін бізге керек витамин А, Д, витамины группы В, ол 12, 2, 6, сонымен қатар йод, темір, селен, цинк. Осылардың бәрін жетіспеушілігі болмау керек. Осы қандай да бір микроэлементтердің, витаминдердің жетіспеушілігінен Т4 Т3-ке айналмайды дағыны. Сіз просто Т4-ті көп дозада ішесіз, ол Т3-ке айналмайды. Сол себепте сізде гипотиреозның белгісі болады. Менде уже 1-2 рет бүгіндікке өзіне 2 пациент сондай болды. Дозасы бәрі жақсы, салмағына сәйкес келеді, бірақ гипотиреозның белгісі бар. Көбінесе анемиясы бар, өйткені темір бізде жаңағы айтып өткен қалқанша безінің бөлінуіне өте маңызды рөл ойнайды. Сол себепте жаңағы айтқан витаминдердің жетіспеушілігі болмау керек. Егер сізде гипотиреоз ұзақ уақыт болған жағдайда. Және де жаңағы элтироксин, эутерокс ішетін пациенттердің қоятын сұрағы сол гормондардан түсуге бола ма деп. Өзінің жақында пост жазамын. Сол туралы егер сізде қалқанша безіне операция жасалған болатын болса, немесе частично алып тасталынған болатын болса, туа пайда болған қалқанша без ақаулар болатын болса, онда үнемі ішіп тұру керек. Ол кезде енді жаңағы гормондардан түсу туралы әңгіме болмайды. Бірақ егер сізде аит болып, қандай да бір стресстің әсерінен пайда болған ауру болатын болса, онда жаңағы список жазып берем, мен осы постта жазам полностью.
Мысалы, бірінші Т4-тің айналуына қандай микроэлементтер, витаминдер керек, Т4-ті Т3-ке айналдыру үшін қандай микроэлементтер, витаминдер керек, және де сол айналған Т3-ті ағзаға енгізу үшін қандай витаминдер, микроэлементтер керек, соның бәрін толық жазатын боламын. Сондықтан күтіңіздер. Егер де осы айтылған ақпарат сіздерге пайдалы болса, мені қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар, маған жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.